Ассаламағалейкум достар. Неге кейбір ойыншылар негізгі құрамға кіре алмайды? Бүгін сол жайлы айтатын боламын. Сен жаттығуда бар күшіңді саласың, жүгіресің, доппен жұмыс істейсің. Күн сайын өзіңді дамытуға тырысасың. Бірақ ойын болатын күні негізгі құрамның тізімін көргенде сен тағы да қосалқы құрамда отырасың. Сонда ішіңнен бір сұрақ пайда болады: неге мен емес? Мүмкін менің техникам нашар ма? Мүмкін мен жеткілікті жылдам емеспін? Мүмкін жаттықтырушы мені ұнатпайтын шығар? Бірақ шындық мүлде басқа болуы мүмкін. Көп футболшы негізгі құрамға кіре алмай жүргенінің нақты себебін түсінбейді. Бүгін мен саған негізгі құрамға жолыңды жауып тұрған 5 себепті айтатын боламын. Бірінші себеп: сен жаттығуда ғана футбол ойнайсың. Кейбір ойыншылар жаттығу кезінде жақсы көрінеді, топты керемет алып жүреді, әдемі финт жасайды, қақпаға қатты соғады, бірақ ойын басталған кезде жоғалып кетеді. Неге? Не себеп? Футбол бұл техника емес. Футбол қысым кезінде дұрыс шешім қабылдау. Саған қарсылас жақындағанда не істейсің? 1 секундта пас бере аласың ба? Бос тұрған командаласыңды көре аласың ба? Топ жоғалтқаннан кейін бірден қайта күресе аласың ба? Жаттықтырушы осылардың бәрін байқайды. Екінші себеп: сен допсыз ойынды түсінбейсің. Бұл өте маңызды. Бірақ мықты футболшы допсыз жүрген кезде ойында болады. Кейбір футболшылар доп өзінде болған кезде ғана ойнайды, ал доп басқа ойыншыда болған кезде жай ғана тұрып қалады. Бірақ мықты ойыншы допсыз жүрген кезде де ойында болады. Бос аймаққа қозғалады, қарсыластың пас жолын тауып жабады, командаласына жеңістік ашады, қорғанысқа қайтады, қажет кезде прессинг жасайды. Егер сен осыны жасай алсаң, жаттықтырушы сені міндетті түрде байқайды. Үшінші себеп: жаттықтырушының айтқанын қабылдамайсың. Мүмкін сен өзіңді жақсы футболшы деп ойлайтын шығарсың, бірақ футболда тек талант жеткіліксіз. Жаттықтырушы саған бір нәрсе айтса, оны тыңда. Қатеңді көрсетсе ренжіме, керісінше сол қатені түзетуге тырыс. Өйткені жаттықтырушыға тек талантты ойыншы емес, үйрене алатын ойыншы керек. Төртінші себеп: сен тұрақсызсың. Бір күні керемет ойнайсың, келесі күнде мүлде көрінбей қаласың. Bir жаттығуда бәрін жасайсың, келесі жаттығуда жалқаулық танытасың. Ал негізгі құрамға кіру үшін бір ғана жақсы күн жеткіліксіз. Жаттықтырушы сенің әр жаттығуда қандай екеніңе қарайды. Сенің тәртібіңе, жауапкершілігіңе, жұмыс істеу қабілетіңе. Сондықтан өзіңе мына сұрақты қой: егер бүгін мені бақылап тұрған жаттықтырушы болса, мен өзіме негізгі құрамнан орын берер ме едім? Бесінші және ең маңызды себеп: сен өзіңе сенбейсің. Бұл сырт көзге бірден байқалуы мүмкін. Топ келгенде қорқасың, қателесіп қаламын деп ойлайсың. Қауіпті пас берудің орнына артқа қайтарасың. Қарсыласты алдап өтуге мүмкіндік болса да, батылың жетпейді. Бірақ футболда қателесуден қорықсаң, ешқашан өспейсің. Мықты футболшылар да қателеседі. Олар да доп жоғалтады. Олар да пас беруде қателеседі. Олар да гол соға алмай қалады. Бірақ айырмашылығы: олар келесі эпизодқа қайта дайын болады. Сондықтан ертеңгі жаттығуға барғанда бір ғана мақсат қой: негізгі құрамға кіру үшін емес, бүгінгі өзіңнен жақсырақ болу үшін жаттық. Bir пасқа жақсырақ, бір қимылға жылдамырақ, бір шешімге ақылдырақ, бір жүгіріске жылдамырақ. Күн сайын кішкентай ғана қадам жаса. Bir күні жаттықтырушының өзі сенің атыңды негізгі құрамға жазуы мүмкін. Бірақ оны күтіп отырма. Өзіңді сол деңгейге жеткіз. Есіңде болсын, негізгі құрамға талантты ойыншылар ғана кірмейді. Оған сенімді, тәртіпті, еңбекқор және командаға пайда әкелетін ойыншылар кіреді. Егер сен шынымен футболшы болғың келсе, бүгіннен бастап өзіңе бір сұрақ қой: мен командаға не бере аламын? Осы сұраққа жауап бере алсаң, сенің футболдағы жолың өзгере бастайды. Бұл менің 100 күндік футбол челленджімнің 4-ші күні. Егер сен де футболда өзіңді дамытқың келсе, арнаға жазыл. Лайк басып, пікірге 5-ші күн деп жаз. Ертең біз тағы бір маңызды тақырыпты талқылаймыз. Келесі кездескенше сау болыңдар. Рахмет.